Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Жарқырауық қоңыздың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұх пайғамбар кемеге барлық жануарды тиеген соң жер бетін топан су басты. 40 күн бойы жаңбыр жауып еш толастамады. Кемеге су кірмеу үшін пайғамбар есік терезені шел қалдырмай түгел жапқан еді. Бірақ кеменің іші қап-қараңғы түнекке айналды. Бәрінің бойын үрей биледі. Сол сәтте Нұх пайғамбар Құдайға қолын жайып, «Уа Тәңірім, маған жарық бере көр» деп жалынды. Тілегі заматта қабыл болып, Жибірейіл періште 2 гауһар тас әкеліп берді. Гауһар тасты кеме ішіне тастап еді, олар жарық шашатын қоңызға айналып кетті. Кеменің ішін жарық нұрға бөледі. Сол кезде ғана барлық жануардың үрейі басылып, кеме ішіндегі тіршілігін бастап кетті. Әрі қарай жарқырауық қоңыз туралы қызықты мәліметтер. Жарқырауық қоңыздар құпия фосфор шұғыласын шашу қабілетімен танымал қоңыздар тұқымдасы. Тұқымдаста 2000-нан астам уәкілдері бар. Көбінесе сәуле тарату мүшелері әдетте жәндіктің құрсақ ұшында орналасқан. Ол жарқын кутикуламен жабылған және ірі фотогендік жасушалардан тұрады. Онда жүйке мен кеңірдек орын тебеді. Әдетте оларды сәуле түсіргіш қызметін атқаратын зәр қышқылының кристалдарымен толтырылған жасушалар бүркейді. Май тәріздес заттардың қышқылдану реакциясы нәтижесінде қоңыздар шұғыласын шашады. Кейбір жарқырауықтар оның сәулесі мен ұзақтығын жалғастыруға қабілетті болып келеді. Жанды ағзалардың сәуле таратуы табиғатта кеңінен таралғандығын айта кету қажет. Бактериялар, саңырауқұлақтар да жарық береді, ал жануарлар арасында теңізді мекендейтін сан алуан тіршілік иесі мұндай қасиеттен мақұрым емес. Құрлықтағы жануарларда бұл құбылыс сирек кездесетіндіктен шұғыла шашудан қоңыздар көш бастап тұр. Ғалымдар жарқырауық қоңыздардың аталықтары мен аналықтары түн түнегінде бір-бірімен танысуға арналған қарым-қатынас құралы деген анықтама береді. Кавказдың таулы тоғайларында жазғы түндері ұшқыш жарқырауықтарға тамсануға болады. Сансыз ұшқындар көк жүзінде билеп жүргендей әсер қалдырады. Жарқырауықтардың аналықтары мен аталықтары да шұғыла түсіріп, әркелкі жарқырайды. Жарқырауық қоңыздар шұғыласының жоғарғы тиімділігі таң қалдырарлық. Барлық жұмсалған қуаттың 98% бірден сәулеге айналады, ал энергия сақтаушы шырақта бұл тек 45% ғана құрайды. Малайзияға барған адам жарқырауықтарды қызыға тамашалай алады. Олар талдарға қонақтап, деміл-деміл өз шырағдандарын сөндіріп қосады. Нақ бір бұтақтар жаңа жылдық әшекейлерге оранғандай кейіпке енеді. Ал ең керемет жарқырауық Американың тропикалық ормандарын мекендейді. Бұл қоңыздар 4-5 сантиметрге жетеді. Олардың қос бірдей шұғылалы мүшелері бар. Құрсақтағы шырағдан қызғылт сары түспен, ал кеудедегі шырағдан жасыл реңмен құлпырады. Пирофорлар шығаратын сәуленің күштілігі жәндіктер әлемінің рекордтық көрсеткішке ие. Бұл қоңыздан 150 иван шлаушындарының шұғыласы тарайды. Жергілікті тұрғындар қалпақтарына бірнеше пирофорларды қыстырып алып, түн түнегінде жолдарын адаспай таба алады. Еуразияның қалыпты аймағында кең таралған қарапайым жарқырауықтардың тек аналықтары ғана кешке сәуле шашады. Қанаты жоқ құрт тәріздес бұл жәндік қоңыздың дернәсіліне ұқсайды. Сол себептен иван шлаушыны деген есімге ие. Қалың шалғын ішінде отыратын оның шұғыласына жан-жақтан ұзын денелі қанатты аталықтар ұшып жинала бастайды. Адамдар электр жарығын жарқырауық қоңызға қарап жасаған деседі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.